бір шагымша сериясын жалғастыру үшін тауықты өстіп пешіне пісірген жайым бар. Ол үшін бірінші тауықтың сан етін алып, турап, артық жерін алып, тілімдеп, табаққа салып қойып қойдым. Ол табақта тұрғанша тұздыққа қаймақ, томат пастасы, әмбебап дәмдеуіштер мен қара бұрышты қосып, сұйық май құйып бір араластырдым. Одан кейін үстіне ас тұзы мен кішкене қант қосып жібердім. Одан сайын дәмді болсын деп чеснокты, яғни сарымсақты алып майдалап турадым да, жаңағы соустың ішіне қосып, бәрін табақпен араластырып, оны қойып қойдым. Ол тұрғанша жаңағы көкөністер дайындадым да, ең бірінші сәбізді, одан кейін кәдіні, одан кейін қырыққабатты, одан кейін қызанақты әдемілеп турап бір жерге қойып қойдым. Табақты алдым да, ішіне май құйып, бетіне бағана көкөніс төктім. Оның үстіне бағана маринадталған тауықтарды лақтырдым, жайып қойдым. Ал оның тұздығын жаңа көкөніске қосып ем, аз көрінді. Сол үшін кішкене томат пен қаймақ қосып, сұйық май құйып бір араластырып жібердім де, үстіне қалған қызанақты қосып, осындай пиццаға ұқсас дүние шықты. Оны пешке салдым, оның бетіне бағана тауықты қойдым. Уақыт аралығында гарнирге күріш пісіріп қойдым. Сөйтіп болып күріште піскенше тауықты өсіп шыжғырылып, әдемілеп көкөніспен бірге пісті. Артынша осындай ыдыстарға салып, үйдегілерге кешкі асқа берген жайымыз бар.